Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін осындай әдемі жастықтың тігілу жолын көрсетемін. Осы жастықтың беткі бөлімін 50-50 етіп тігемін. Дәл осы форматта оюды жабыстыру, қырқу және зигзагтап тігу туралы каналымда видео бар. Видеоның сілтемесін төменде описание бөлімінде қалдырамын. Біздің жастығымыздың өрнектері әдемі шығу үшін мен осындай астармата қолданамын. Астарматаның түсіне мән бермеңіздер, ол тігілгеннен кейін көрінбей кетеді. Оюымыз жылжып кетпеу үшін инелермен түйреп алып, айналасына ені 3 см болатын ленталарды айналдыра тігіп шығамыз. Содан соң төрт бұрышына көлемі 4×4 өлшемді ақ түсті мата көздерін тігіп шығамыз. Негізі астарматаның орнына флизелин қолдансаңыздар болады. Флизелинді дәл осылай 53-50 етіп қырқып алып тіксеңіздер болады, немесе ленталарды қырықпас бұрын матаға жабыстырып алып, содан соң ленталарды қырқып тігетін болсаңыз, онда да жастықтың беткі бөлім өрнектері әдемі түзу шығады. Міне біз бірінші қатар тігіп болдық. Ендігі кезекте төрт бұрышына көлемі 4×4 болатын мата көздерін тігіп шығамыз. Бұл мата көздерін тіккенде бұрыш-бұрышының сәйкес келуін мұқият болыңыздар. Бұл жастықтың тігілу жолы өте оңай. 50-50 көлем шығу үшін бізге лентаны 5 қатар етіп тігіп шығамыз. Төрт бұрышына ақ мата көздерін тігіп болғаннан соң тағы бір рет жанын айналдыра тігіп шығамыз. Тігіске қол үйренген адамдар олай жасамай-ақ қойса болады. Негізі бірақ айналдыра тігіп шықсақ, біздің ленталарымыз түзу әдемі шығады. Негізі мынау менің материалым қолданған турецкий матовый велюр бірін-бірі жылжытатын болғандықтан мен айналдыра тігіп аламын. Міне біздің бірінші қатарымыз бітті. Бірінші қатарымызды жақсылап айналдыра тігіп алдық. Сонда біздің өрнегіміз осылай шығады. Енді келесі қатарымызды бастаймыз. Айналдыра көк лентамызды тігіп аламыз. Одан соң төрт бұрышына ақ түсті мата көздерін тігіп шығамыз. Міне екінші қатарды біттік. Енді дәл осылай 3 қатар лента тігіп шығамыз. Соңында өрнегімізді айналдыра тігіп алып, артық маталарды қырқып тастаймыз. Бұл жастықтың шетін мен лентамен әсемдедім. Лентамның ені 3 см. Және де оңай тігу үшін осындай кішкентай қайшыны алып, көмектесіп отырсаңыздар, оңай тігіледі. Лентаны тіккенде лентаның оң жағын және де жастықтың оң жағын бір-біріне беттестіріп тігесіздер.
астыңғы бөлігін екі түсті етіп тігемін және де жасырын сыдырма қолданамын. Екі матаның да ені 27, ұзындығы 51. Сыдырманың оң жағы мен матаның оң жағын беттестіріп, лапканы тура сыдырманың үстіне қойып, түбінен тігіп шығасыздар. Егер сіздерде сырмаға арналған арнайы лапка болса, онда тіпті жақсы, жоқ болса, дәл осылай тігесіздер. Сырманы тігіп болғаннан соң үтіктеп аламыз. Үтіктеп болған соң, бір рет тағы сырманың оң жағынан көк материалдың үстінен бір рет тігіс жүргізіп шығамыз. Ақ түсті матаны сыдырманы жауып тұратындай етіп тігемін. Осы жерде бір лайфхак, ручкамен белгілеп аламын керекті мөлшерді. Содан соң арасына жаңағы сызғыш қойып, бір қыр түсіріп аламын. Осы қалташаны тіккен кезде түзу шығатын болады. Енді көк матамыздың үстінен оң жағынан тағы бір қатар жүргізіп шығамыз. Сонда біздің сырмамыз оңай ашылып жабылатын болады. Ақ түсті матаны тіккен кезде де ақ түсті мата мен сыдырманың оң жақ бетін беттестіріп тігесіздер, және де лапка сыдырманың үстінде тұру қажет, және де ине мынау сыдырманың тістерінің тура түбінен өту қажет. Енді міне замокты жауып тұратын қалташаны тігеміз. Біз бағана қыр түсіріп алған болатынбыз. Енді теріс жағын қаратып, сыдырманың бойымен тігіп шығамыз. Міне осы сыдырманың шет жағынан тігіп шығамыз, сонда біздің қалташамыз шығады. Осымен біздің жастықтың астыңғы бөлігі дайын. Келесі кезекте астыңғы беті мен үстіңгі бетін біріктіріп тігетін боламыз. Біріктіріп тіккен кезде ескеретін жағдай, шетіндегі иректеп тігілген ленталарды ішіне қарай жібереміз де айналдыра тігіп шығамыз. Сыдырманың кішкене бөлігін ашық қалдырыңыздар, сонда оң қаратуға оңай болады. Бұл жастықтың тігілу жолы осындай. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Ал видео ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркеліңіздер. Бұл жастықта тігілген материалдардың барлық өлшемдерін описание бөліміне қалдырдым. Және де ортасына тігілген әдемі оюдың видеосын сілтемесін төменге қалдырамын. Менің каналыма жазылып, менімен бірге тігін тігіп, тоқыма тоқып, құрақ құрауды үйреніңіздер. Сіздермен бірге болған Дана, келесі видеоларда кездескенше.